Телефоннан YouTube каналдың сілтемесін алу үшін YouTube'қа кіресіздер. Оң жағында, жоғары жағында суретіңіз немесе логотип тұрады. Сол жерде мой канал деп кіресіздер каналыңызға. Мынау сіздің каналыңыз. Енді осы каналдың сілтемесін алу үшін жоғары жақта, оң жақта 3 нүкте тұр. Сол жерде поделиться деген кнопканы басып, копировать ссылку деп, осы сілтемені кез келген жерге жіберуге болады. Сіз жіберген адам осы сілтеме арқылы сіздің YouTube каналыңызға өтеді. Және тағы да бір жолы, ол мысалы видеоға кіресіз, кез келген видеоны жіберу керек болса, немесе YouTube каналыңыздың сілтемесін жіберу керек болса, видео арқылы жіберсеңіз болады. Мысалы бір видеоға кіресіз, және осы жерде поделиться деген кнопка тұр видеоның астында. Поделиться деген басқадан копировать ссылку дейсіз, болды. Яғни сіз осы видеоның сілтемесін жібересіз, және видео арқылы сіздің каналыңызға да өтуі мүмкін. Яғни каналыңыздың да сілтемесін жібересіз. Осы екі жолмен сілтемені алуға болады телефоннан. Енді сіздерге ноутбуктан YouTube каналының сілтемесін алып көрсетемін. Ол үшін YouTube каналға кіреміз. Жоғар жағында, оң жағында сіздің суретіңіз немесе логотип болады, сол жерге кіресіз, яғни каналыңызға кіресіз. Мой канал. Осы жерде қараңыздар, осы YouTube каналға кіргеннен үстінде мені сілтеме тұрады. Сол сілтемені алып, копировать етіп, қажетті жерлеріңізге жіберсеңіздер болады. Бұл бір жолы. Енді екінші жолы тура телефондағы сияқты, яғни ноутбукта кез келген видеоңызға кіресіз. Және осы видеоның төмен жағында поделиться деген кнопка болады. Поделиться. Осы жерде копировать етіп, осы видеоның сілтемесін алып жіберсеңіз болады. Яғни видеоның да каналдың да сілтемесін осылай алуға болады.